Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Жаздың бір күні, қыстың 100 күні дейді. Мінекей, дәл тура айтылғандай, жаздың күні осында компот жапқанмын. Қыстың күні осылай ішіп жатырмыз бала-шағамызбен. Қалай жабылу керек екенін көрсетемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен банкаларымызды жақсылап жуып аламыз. Көп үштіп жуып, тазалап 3-4 мәрте шаятын боламыз. Сыртын, ішін, барлығын таза суға 3-4 мәрте шайып алып, кейін күннің көзіне жайып қоямыз. Банкілерімізді төңкеріп жайып қоямыз. Бір 3-4 сағатқа. Осылай видеодағыдай көрінгендей осылай жайып қоятын боламыз. Одан кейін ішіне салатын салмаларды жақсылап жуып аламыз. Сонымен банкілерімізге бөліп салатын боламыз. Мен бұл жерде шиемен, алмамен араластырып жауып жатырмын. Барлығын тазалап, құрттағандарын салмайсыздар, жаңағы шірігендерін тоже салмайсыздар, таза болғандарын, таза піскендерін салатын боласыздар. Видеода қалай көрсеттім, солай осылай салып аласыздар. Барлығына бөліп. Одан кейін әр банкіге, мысалы 2 литрлік банкі болса, 2 литрлікке 200 грамм қант саласыздар. 3 литрлік болса 300 грамм қант саласыздар. Барлығына солай бөліп салып аласыздар. Осы уақытта кастрюльге или қазанға, өздеріңіз қалаған ыдысқа суды қайнатып қоясыздар. Көп су қайнатуыңыз керек. Осы банкілерге жететіндей қылып қайнатып қоясыздар. Одан кейін қайнағаннан кейін суды құйып шығасыздар. Әр банкіге толтырып құйып шығасыздар. Мына қараңыздар, мен видеода көрсеткенде, мен кастрюлемде суым қайнап шықты. Осылай абайлап банкіміз сынып кетпеу керек. Бірінші азғандай құйып аламыз әр банкіге, сосын барып жайлап толтыратын боламыз. Сонымен қатар банкінің бетін жабатын крышкаларды качественный крышка алыңыздар. Арзан крышкаларды алмаңыздар, олар атылып кетеді. Сол крышкаларды қайнап тұрған суға салып қоясыздар. 5-10 минут. Сөйтіп, суын құйғаннан кейін банкіге сразу бетін крышкамен жабасыздар. Осылай жауып қоясыздар. Кейін үлкендеу ыдысқа мен карита алдым, үлкендеу. Сол каритаға мен суды қайнатып қойдым. Қайнатқан жоқпын, жылы су құйдым. Осылай астына полотенце ма бір нәрсені төсеп қоясыздар. Газын астын жақып қоясыздар. Жаңағы компоттарымызды жайлап әкеп ішіне қоятын боламыз. Банкілерімізді 10-15 минут қайнатып, ішіндегі заттардың бәрін стерилдейміз. Қайнау керек ішіндегілердің сулар да, барлық микробтар бәрі өледі. Суға банкіні саған кезде суымыз қайнамау керек, жылы болу керек. Жылы суға банкімізді қойып, банкіміздің ішіндегі суымыз қайнау керек. Сол қайнағаннан бастап 10-15 минут қайнатуымыз керек. Сол кезде барлығы жақсы болады, банкіміз атылмайды. Және де әр партия салған кезде мына каритамыздағы суымызды жылып тұруымыз керек. Ыстық суды төгіп тастап, үстіне мұздай су құйып салуымыз керек. Бетін полотенцемен жауып қоясыздар. Крышканың бетін, өйткені крышканың аузы ашылмау керек, ауа кірмеу керек бұл жерде. Одан кейін мына қараңыздар, осы кезде қайнап шыққан банкілеріміз осылай іші қайнайды. Банкінің іші қайнайды. Сырты да қайнап атады суымыз. Сол арқылы іші де қайнайтын болады. Кейін қайнап шыққаннан кейін жайлап, абайлап, күйіп қалмастан осылай алып, бетін крышкасын бұраймыз закрывашкамен. Бұраған жерім түспей қалған видеоға. Осылай бұрап болғаннан кейін осылай төңкеріп қоямыз. Бір 12-15 сағатқа төңкеріп, үстін қалың одеяламен жауып қоямыз. 12 сағаттан кейін қайттан төңкерген банкаларымызды орнына қоятын боламыз. Қараңыздар, өте қып-қызыл болып, дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Менің видеоларым ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Өте пайдалы рецепттермен бөлісемін. Түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Рахмет.